Қазақстан барысы 2021 турнирінің финалистері Алматыда бас қосты. Өткен жылы пандемияның салдарынан дәстүрлі жарыс өтпей қалған болатын. Алайда биыл ұйымдастырушылар карантин талаптарын сақтай отыра еліміздің барлық өңірінде іріктеу жарыстарын жанкүйерсіз өткізген еді. Сонымен қатар биыл да әскер барысының финалына шыққан қос палуан барыстар бәсекесінде бақтарын сынайтынын айта кеткен жөн. Пандемияға қарсы 20 жыл өткізбей қалдық. Енді осы 10-шы рет болайын деп жатыр. Барыс енді әр облысқа барып, іріктеу әділ өтіп, бәрін қадағалап шықтық. Енді 36 палуанымыз белгілі болды. Енді Алматыда фотосессия өтіп жатыр, антидопинг өтіп жатыр, медициналық байқаулар өтіп жатыр. Солардың бәрін қадағалап, барысқа дайындық болып жатыр енді. Еліміздің барлық өңірінен іріктеуден іркілмей өткен 36 балуан сынға түссе, Шығыс Қазақстандық Қайбек Нұғымаров 2019 жылы барыс атанғандықтан еш іріктеусіз өнер көрсететін болады. Бүгінгі таңда Айбек қазақ күресімен қатар басшылық қызметте де жұмыс атқарып жүр. Дәлірек айтсақ, Семей қаласындағы транспорт колледжінің директоры. Жаңағы басшылық қызметте екенім рас, мемлекеттік қызметке. Бірақ та 2,5 жыл болды мен тағайындалғаныма. Әсері болады. Өйткені жұмыс та бар, жаңағы саясат та бар, күрес те бар, бәрі бірге алып жүру кішкене ауырлау, бірақ енді шыдап жүрміз енді. Енді спорт бір шыңы бар ғой, бір тоқталатын уақыты. Ары қарай мемлекетке қызмет етіп, ары қарай жаңағы жұмыс істейміз деген ойым бар. Сонымен қатар Қазақстан барысының бірнеше дүркін жеңімпазы биылғы жарыстың жаңа ережемен өтетіндігін ерекше атап өтті. 2020-дан бастап, 2019 аяғы 2020-дан бастап өзгерістер енгізілді. Бұрын 5 минут күресетін, 3 минут қоян қолтық белдесетін, және аяққа борцов киіп күресетін. Қазіргі уақытта жалаң аяқ күреседі, кілем өзгерді, және де 4 минут күресетін болдық. Және де қоян қолтық 3 минут болатын, қазір 1 минут болатын болды. Енді жаңа ережені айтатын болсам, кеше іріктеуде де күрестік. Бір жағынан жеңілдесек те болады, бір жағынан кішкене ұтылып жатқанда, бірақ қиындау болады екен, уақыт жетпей қалады. Ұтып жатсаң, бір жағынан жақсы, бір жағынан енді жаңа ереже болғандықтан оның бәрі қазір үйренеміз. Алла қаласа, енді дзюдо күресі де көп күрестер қазір 4 минуттан болып жатыр ғой, енді осы біздің қазақ күресте ережесі, осы ерекшелігі, сонымен енді Алла қаласа биік шыңдарға жететін шығар деп. Руслан Абдыразақовтың туған ағасы Ұлан Рысқұлды араға бірнеше жыл салып, биылғы барысқа қатысуға ниет білдірген. Алайда іріктеуден өте алмапты. Осы уақытқа дейін күресіп келгеннен үйде жата алмайды екенсің, күрескің келеді. Сол себептен осы Қазақстан барысында Алматы облысына іріктеуіне қатыстым, бірақ үшінші орын алып қалдым. Енді мен осы Қазақстан барысына баратын екі палуан, біреусі Руслан Абдыразақов, өзім туған інім, бауырым, және де Александр Косачев. Ол жігіттерге Құдай қаласа осы Қазақстан барысында жеңіс тілеймін. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар демекші. Осыған дейін үлкен жарыста Руслан ағасына жол берсе, бұл жолы ағасы інісінің финалдық белдесуге жолдама алуына мүмкіндік беріпті. Мен осы Қазақстан барысы мысалы 10 жыл өтіп жатыр ғой. Бұйырса, сол кезде жағы Руслан өзім бауырым 2 рет жол берген маған. Енді осы жерде Қазақстан барысында кездеспесек те, финалда менде өзімде бір арман болатын. Осы бауырымен бір Қазақстан барысында финалда кездессек деген. Енді ондайға кездеспедік, енді облыс іріктеуінде кездесіп, жолымды бауырыма бердім. Кенжебек Күзембаев Атырау облысының атынан 2012, 2016 және 2017 жылдары Қазақстан барысының финалдық белдесулеріне қатысқан. Бір кездері барыстағы салмағы ең ауыр балуан ретінде облыс намысын қорғаған. Бүгінгі таңда бапкерлік қызметке ауысып, Атырау өңірінен қатысатын 2 боз кілем шеберін жаздағы жарысқа қоспақ. Екі палуан өте тәжірибелі. Бұрын осыған дейін ол екі палуанның екеуімен де өзім келіп бірге Қазақстан барысына қатысқам. 2016 жылы Закереев Сұңғат екеуміз келіп Атырау облысының намысын қорғағанбыз. 2017 жылы Қалиев Арман екеуміз келіп Атырау облысының намысын қорғағанбыз. Сонымен қатар осы Қазақстан барысының мерейлі болып өтетін 2012 жылы өткен Қазақстан барысына мен де өзім күрескем. 3 рет Қазақстан барысына күрескем. Қазір сол жаттықтырушы қызметте облыста
Қазақ күрес жасөспірімдер құрамасының аға жаттықтырушылық қызмет етіп жатырмын. Жоғары спорт шеберлер мектебінде жаттықтырушымын. Бұрын облыстың намысын қорғап күрестік. Қазақ күресінен Қазақстан жылғы спорт шеберіміз. Қазір енді сол облысымыздың намысын қорғайтын болашақ жас палуандарды даярлаумен айналысамыз. Тәжірибелі тіс қаққан балуандардың арасында Бекзат Ахметбеков бар. Осыған дейін Қазақстан барысына қатысқан Сарыарқа өңірінің өкілі биыл да бас жүлдеге таласқа түсетін болады. Қазақстан барысына дайынмын, иә. Психологиялық тұрғыда барлығы жақсы. Оны енді сәл кетіп кемшіліктер болып жатса, оның қасымызда ағаларымыз бар, ағайларымыз бар, бауырларымыз бар. Олар өздері шама келгенше өздері түзеп отырады. Ал жалпы өзім дайынмын. Соңғы жылдары еліміздегі әскерлер арасындағы балуандар да Қазақстан барысында өнер көрсетуге мүмкіндік алып жүр. Ол үшін олар арнайы іріктеу өткізеді. Мәселен, биыл әскер барысының финалында Әділ Оразбаев жеңіске жеткен болатын. Қазақстан барысы это что-то, так сказать, новое для меня. Мен үшін Қазақстан барысы жаңа турнир. Осыған дейін бірнеше жылдан бері жарысты сырттай бақылап жүрдім. Өзім шығыс өңірінен болғандықтан семейлік балуандарға көмектесіп жүрдім. Олармен бірге дайындық өткізетінмін. Әскер барысының екінші финалисі Ерасыл Қажыбаев. Осыған дейін Қазақстан барысына 2 рет қатысып, екеуінде де жүлдегерлер қатарына іліккен. Енді айтады ғой, ер кезегі 3 дейді ғой, сонымен 2 рет күміс алдық, енді Алла қаласа осы жыл жеңіске жетем деген сенімдемін. Тәжірибелі, жыл сайын қатысып жүрген спортшылармен қатар биыл жасы 20-дан енді асқан жас барыстар да бар. Олардың арасында Алматы барысының қос финалисі Жасұлан Меркенов пен Жұмабай Жансерік бар. Біз осы Алматы қаласының іріктеуінде осы Қазақстан барысына қатысушылардың арасында ең жас палуан осы Алматы қаласынан шығып отыр, яғни менмен Жұмабай Жансерік деген палуан. Ол да 99 жылы, менен бір ай кішкентай. Ол палуанды бұрыннан танимын, екеуміз дос болып араласамыз. Баяғыдан жарыстарда бірге күрескенбіз, дзюдода, қазақша күресте. Қазір таңда екеуміз бір залда жаттығу жасаймыз, бірге дайындаламыз. Былай айтқанда, баяғыдан келе жатқан досым. Қазақстан барысы турнирі алғаш рет 2011 жылы өткен. Содан бері 2020 жылды есептемегенде жыл сайын ұйымдастырылып, соның арқасында төл спортымызға жақсы көңіл бөлініп келді. Осы ретте еліміздің түкпір-түкпірінде ұлттық спортымызға қызығушылық артып, мыңдаған бала боз кілемде өнер көрсетті. Биылғы қатысушылардың көбі 10 жыл бұрын мектеп қабырғасында оқитын жасөспірімдер болатын. Енді міне, сол жастар алтын белбеуге таласатын болады. 2011 жылы біздің семейден Қазақстан барысына ең мықты балуандар легі барды. Олардың арасында Айбек Нұғымаров, Шалқар Жоламанов, Мұхит Тұрсынов, Қаныш Салықбаевтар бар. Сол кезде егер Айбек жеңіске жетсе, болашақта ұлымның атын Айбек деп қоям деп ойлағам. Шалқар Жоламанов ағамыздың да тілеуін тіледім. Кейін сол толағай ағаларымды жаттығу залында көргенімде, мен де солар сияқты боламын деп армандағам. 11 жылы 12 жаста болдым. Сол кезде папам екеуміз отырып қарадық тікелей эфирде. Сол жерде көріп отырған кезімізде, Құдай қаласа осыдан бір 10 жылдан кейін сен де күресесің деп әкем айтқан болатын. Сол мені Құдай қаласа осы арманым орындалып, осы Қазақстан барысына жолдама алып отырмын. Өте қуаныштымын. Ол кезде айналысам қазақ күресімен. 2 жыл болған ғой айналысқалы ол кезде. Дзюдо, самбо, қазақ күресімен осы 3 витпен айналысқаным. 2 жыл болды, 2009-да бастадым ғой, ноябрьінде. 2011-де өтті, Алланың Рысқұл отқанын көрдім. Мен ол кезде 15 жаста болатын. Ұйымдастырушылар Қазақстан барысына қатысатын балуандардың дайындығына қазақ күресінің әліппесімен енді танысып жүрген жас балуандарды да арнайы шақырған екен. Аға буын мен жас ұрпақтың өзара байланысын жалғастыру жақсы дәстүр. Маған Руслан Абдразаков, Алланың Рысқұлов және Мұхит Тұрсынов ұнайды. Олардың маған күресі және олардың ойлаған әдістері маған өте қатты ұнайды. Ағаларымды қазір өз көзіммен көргеніме қуаныштымын. Олардың әдістері, ойлаған әдістері істейтін қырқа, спинкалары ұнайды. Мен болашақта осы ағаларым сияқты Қазақстан барысы болғым келеді.
Әзірге Қазақстан барысы 2021 турнирінің жүлде қоры белгісіз. Оның үстіне дәстүрлі жарыстың нақты қай күні өтетіні туралы да ақпарат жоқ. Бұл турасында ұйымдастырушылар елордада байрақты бәсекенің алдында арнайы баспасөз мәслихатын өткізетін болады.